Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Атқару өндірісі пәніне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансүгіров колледжінің құқықтық пәндер оқытушысы Абзалқызы Гүлмира. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалақыдан ұстап қалудың дұрыстығын бақылау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты атқару өндірісі пәніне білімгерлердің қызығушылықтарын арттыру, сабақты терең түсіну мақсатында практикалық жұмыс жасау. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымыздың басын ой-түрткі стратегиясымен бастайық. Өткен сабақты есімізге түсірейік. Алимент өндіру қалай жүзеге асырылады? Алимент өндірудің мөлшері қандай екен? Алимент өндірудегі сот орындаушылардың атқаратын рөлі қандай? Осы қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер. Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алу, мерзімдік төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық құжатты орындау кезінде 100 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын соманы өндіріп алу кезінде, сондай-ақ борышкердің мүлкі болмаған немесе өндіріп алынатын соманы толық өтеу үшін мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда басқа да өндіріп алу бойынша қолданылады. Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алынған кезде сот орындаушысы осы заңның талаптарын ескере отырып қаулы шығарады. Онда берілген сома толық өндіріп алынғанға дейін ай сайын қандай мөлшерде ақша ұсталуға тиіс екендігі көрсетіледі және аумақтық бөлімнің не жеке сот орындаушының мөрімен куәландырылған атқарушылық құжаттың көшірмесімен бірге оны орындау үшін борышкер еңбек қатынастарында тұрған жұмыс берушіге немесе борышкер одан кіріс алатын тұлғаға жібереді. Сот орындаушысы борышкердің жалақысынан және басқа да табыстарынан ақшаның дұрыс және уақытылы ұсталуына, сондай-ақ ұсталған соманың өндіріп алушыға уақытында жіберілуіне бақылау жасап отыруды жүзеге асыруға міндетті. Борышкер жұмыстан босатылған жағдайда онымен еңбек қатынастарында тұрған жұмыс беруші немесе борышкер одан кіріс алған тұлға бұл жөнінде сот орындаушысына 3 күн мерзімде хабарлама жіберуге міндетті. Мерзімді төлемдерді өндіріп алу туралы шешімдерді орындау кезінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2 еселенген мөлшерінен аспайтын соманы өндіріп алу кезінде, сондай-ақ басқа да өндіріп алулар бойынша өндіріп алынатын соманы толық өтеу үшін борышкердің мүлкі болмаған немесе мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда борышкердің жалақысы мен өзге де табыс түрлерінен өндіріліп алынады. Борышкердің жалақысынан және өзге де табыс түрлерінен өндіріп алынған кезде сот орындаушысы осы заңның талаптарын ескере отырып қаулы шығарады. Онда берілген сома толық өндіріліп алынғанға дейін ай сайын қандай мөлшерде ақша ұсталуға тиіс екендігі көрсетіледі және оны орындау үшін борышкер еңбек қатынастарында тұрған немесе сыйақы алатын жұмыс берушіге жібереді. Сот орындаушысы борышкердің жалақысынан және басқа да табыстарынан ақшасын дұрыс және уақытылы ұсталуына, сондай-ақ ұсталынған соманың өндіріп алушыға уақытында жіберілуіне ұдайы бақылау жасап отыруға жүзеге асыруға міндетті.
борышкер жұмыстан босатылған жағдайда онымен еңбек қатынастарында тұратын жұмыс беруші бұл жөнінде сот орындаушыға хабарлама жіберіп, атқару құжатында қоса жолдауға міндетті. Тұрғылықты жері өзгерген жағдайда борышкер сот орындаушысына өзінің жаңа мекен-жайын хабарлауға міндетті. Ұсталып қалу мөлшері борышкердің алуына тиесілі жалақы табыс сомасынан есептеледі. Бір немесе бірнеше атқару құжаттары бойынша борышкердің жалақысынан немесе табысының өзге де түрлерінен өндіріліп алынған жағдайда борышкер жалақысынан немесе өзге де табысының кемінде 50% сақталуға тиіс. Жазасын өтеп жүрген борышкердің жалақысынан өндіріп алу, түзеу жұмыстарын өтеп жүрген адамдардан атқару құжаттары бойынша өндіріп алу соттың үкімі немесе қаулысы бойынша жүргізілген ұстап қалу сомасы есепке алынбай, жалақының толық сомасынан жүргізілуге тиіс. Денсаулық сақтайтын емделу-профилактикалық мекемелерде емделіп жатқан маскүнемдікпен, нашақорлықпен және отқұмарлықпен ауыратын адамдардан өндіріп алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізіледі. Сотталушы негізгі жаза түрінде тағайындалған айыппұл төлеуден қасақана жалтарса, сот орындаушысы үкім шығарған сотқа Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына сәйкес төленбеген айыппұл сомасы басқа жазаға ауыстыруы туралы ұсыныс жіберуге құқылы. Бүгінгі өткен жаңа материалымызды сиқырлы қобдиша әдісі арқылы бекітейік. Сіздерге сиқырлы қобдишадан сұрақ қойылады. Сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Жалақыдан өндіру қалай жүзеге асырылады? Жалақыдан өндіру мен қарыз соманы қолма-қол берудің айырмашылығы қандай? Алиментті жалақыдан өндіру қалай жүзеге асырылады? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Үйге тапсырма сот орындаушымен шығарылатын қаулының мазмұны қандай? Жалақыдан өндіру дегеніміз не? Қандай жағдайда қарыз сома жалақыдан өндіріледі? Осы қойылған сұрақтарға толықтай жауап беріп талдаңыздар. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.